Ең негізгі монополист Яндекс Такси. Яндекс картасы арқылы бірде-бір басқа жүйені кіргізбейді олар. Америкалық Uber кіріп көрді, шығарып жерді, қытайлықтар кірді, шығарып жерді, бір өз ғана қалды. Яндекс өзі кірмейді сізге самару керегені. Оған қарасты таксопарктер, басқалар кіреді. Яндекс қазір әкімшіліктерге ақпарат бермейді потоктар бойынша. Қай жерде қанша машина жүр, қандай тіркелді, ешқандай ақпарат жоқ. Сіздерде жоқ ол ақпарат. Кеше әкімшілік Қызылордада такси алған екен, оларға ана жүйеге кіргізбейді. Барлығы Яндекс арқылы біз Яндекске ақша төлеп отырмыз. Осы жерде бір жартылай шешім емес па? Екінші, Яндекс сияқты платформа кіргізуге жоспар бар ма? Болмаса барлық жасап атқанымыз ол нәтиже бермейді. Ертең Яндекске біреу қарсы шықпайды. Таксопарктер Яндекс не айтады, соны жасайды. Яндекс қазірдің өзі қорқытып отыр бізді. Маған көп тиісе берсеңіздер, өшіріп тастаймын, халықтың бәрін шулатамын деп отыр. Не жасаймыз? Алдын алып ойлап жатырсыз ма? Не қалай, қандай шешімдер қабылдауға болады осыған? Қазір нарықта Яндекстен басқа тағы да жетеуі бар. Оның ішінде ең былай қазақша Қазақстан арасында Максим Апару қазақстандық болып тұрған. Ол Өскеменде істеп жүр. Бір ғана қалада істеп жүр. Енді жаһандық брендтің арасында біздің жоспарымыз бар. Жалпы Европада жақсы еңбек атқарып жүрген тағы да бір компания бар. Оның атауын атап өткім келмейді қазір. Жалпы сол компаниямен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Соны үшінші осы нарықтағы ойыншы ретінде алып келу жоспарымыз бар.